Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін бірге чебуреки дайындайық. Өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Дәл осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Ендеше осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті ингредиенттерді описаниеге қалдырып кететін боламын. Алдымен ыдысымызға ұнды салып, жұмыртқа, дәміне қарай тұз және де 2 ас қасық сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Су қатты ыстық болғандықтан қолымыз күйіп кетуі мүмкін. Жаймен суып бастағанда барлығын қолымызбен араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шығады. Бетін орамалмен жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. Бөлме температурасында тұруы қажет. Ал енді осы аралықта салмасын дайындаймыз. Ол үшін маған сиырдың тартылған еті қажет болады. Және де пиязды видеодағыдай етіп ұсақтап тураймын. Өзіңіздің қалауыңызша бұрыш, тұз және де мен укроп қосамын. Укроп қосып, жақсылап барлығын араластырып аламын. Міндетті түрде салқын су құямын. Тағы да жақсылап араластырып аламын. Осымен біздің начинкамыз дайын болады. Біздің қамырымыз бөлме температурасында 15 минут тұрды. Енді видеодағыдай етіп бөліктерге бөліп, чебурекиді жасап бастаймыз. Видеодағыдай етіп қамырды жайып аламын. Қамырды жайған кезде ұнды көп қосуға кеңес бермеймін. Ал начинкасын кішкентайлап қана жұқалап жағамыз. Сол кезде тез пісетін болады. Видеодағыдай етіп артық қамырын алып тастап, шанышқымен өтіп шығамын. Осымен дайын болады. Қалғандарын дәл осы реттілікпен жасап шығамыз. Чебурекиларды қызып тұрған майға
орташа отқа пісіріп аламыз. Қызарғанша шамамен әр жағын 5-6 минут пісіремін. Осымен біздің чебурекиларымыз дайын, өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Және де рецепттарым ұнаса, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жұмасына 2-3 рет дәмді, ерекше рецепттармен бөлісетін боламын.